Жерарлық іші бойынша апис етілген 66 яшында Қырым татар Фаля Санчапух ақмеждетсіз осында ачлықны илян етті, она тыбиет ярдымның көстерілмесіне исрар еті. Бұны Радио Свобода білдіре Қырым ұқуқ қорчалав группасының тәтілжесі Александр Седов UATV телеканалына айтқаны кебі алы ярамай олғанына бақмадан Санчапух хастаханеге еткіздірілмай. Аляда ақмеждетсіз осында тұтыла. У него был микроинфаркт яшағанын айтқан еді. Инфаркттан соң зорнен әрекет ете. Адвокат или Корушев олған вақытта оны бастырық бойынша қомшылары шығарған еді. Чүнкі әрекет етмеге пек қиын еді. Шынды бұл алда олып, СИЗОда бұлына. Хастаханеде дегіл, әлі да хастаханеге еткіздірілмаған. Санчапух бекерді Герменжеве Казим Аметов ноябрінің 23-інде Русия ковечелері тарафындан тұтылған еді. Олар Түркия ватандашындан зорлап пара талап еткенлерінде қабатлана. Фақат тевқиф етілгенлер дегені кебі, олар Қырым татар милли әрекет ветераны олған Виджия Кашкадан қарсызланылған параны қайтармаға тырышқан еді. Мақсус әмелиятының кечірілмесі вақтында о ерде бұлынған Кашка вефат етті.